Қазір Шонжыда жас мамандар жеткілікті, тек дәрігерлер тапшы екен. Сондықтан мамандығы медик жастарды бұл жақта құшақ жая қарсы алады. Сүйікті жұмысын туған ауылына келіп жалғап жүрген Сүлмұрат Тоқтақунов 2013 жылдан бері Шонжыда жұмыс істейді. Оқу бітірген жылы келдім, 2010-да келген жылы 2011-де қыста, 2010-да қыста келдім, 2011-де подъемный берілді, алдық, пайдаландық. Енді Құдай берсе, для приобретения жилья үй сатып алуға кредит оформить етейін деп отырмын. 2009 жылдан бері жүзеге асып жатқан бағдарламаға үміткерлер саны күн санау артып келеді. Алматыға білім қуып келген студенттер қауымының басым көпшілігі ауылдарына барып жұмыс істеуді армандайды. Теміржолшы, яғни жолсеріктер мен машинистер, диспетчерлік сияқты мамандықтарда тереңдетіп оқытатын институт қабырғасын жылына 1000-ға жуық маман бітіріп шығады. Солардың 70%-ға жуығы ауылдарына аттанады екен. Біздің студенттер ауылға дегенде станцияларға, разъезге барып жұмыс істеп жатыр көбісі. Олармен біз постоянно хабарласып, байланыста тұрамыз. Олардың кейін келіп жалғастырып магистратура оқып отқандар да бар. Электроэнергетика саласы бойынша білім алып жүрген Таңатар Алматыда өз мамандығы бойынша бірнеше жүлделі орындарға ие болыпты. Бірақ қалада қалу ойында жоқ. Шалғайдағы шағын ауылын көркейтуді қалайды. Сол шағын ғана Көпірлік деген ауыл, соны көркейтуге атсалысам болашақта. Ауылға барып, осы мұғалімде болсам деп армандаймын. Қазір сол жақсы мүмкіндік беріліп жатыр. Үй жағынан, мына жақта мысалы Алматыда, басқа қалаларда көп үйлерді жалға алып жатасыз. Сол жақта кредит жағынан кішкене жеңілдіктер көп. Жамбыл ауданының өзінде 2009 және 2013 жылдар аралығында 241 жас маманға көтерме жәрдемақылары беріліп, қолдау көрсетілген. Демек, бұл ауданда дипломмен ауылға бағдарламасы жақсы жемісін беріп жатқан сында. Ұзынағаштың маңындағы шағын ауылдарда нәпақасын табу үшін келетін жастар саны күн санап артып келеді. Мәселен, Мақпал Әліпбаева 9 жыл бойы Алматыда жұмыс істеген. Енді мынау өз баспанам алған дипломмен ауылға деген бағдарлама бойынша осында келіп, осында үйге болдым. Бұрын жаңағы пәтерде тұрғам. Екі баланың анасы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстазы бірнеше жыл қалада баспанаға ие бола алмағандықтан дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша Ұзынағашқа көшіп келген. Көтерме жәрдемақымен қатар 2.500.000-нан аса пайызсыз несиесін де алыпты. Енді осында 1,5 жыл болды. Келгелі бері осындай бағдарлама бар дегенді естіп, әкімге жолықтым. Содан кейін барып, ол әкімшілік мені экономика бөліміне жолықтырды. Балалардың шипагері Қарғал ауылындағы білікті педиатр болып танылған Ақбаян Төлемісова отардың тумасы. Бірақ оқуын бітіріп диплом қолға алған бойда ауылға келуді жөн санаған. Бөтен ауыл, бөгде адамдар бар деп қобалжымапты. 4 жылдың ішінде жергілікті адамдай Қарғалға сіңісіп кеткен. Қазір 2 қызым бар, сол үйде бала-шағаменен, жолдасыменен тұрып жатыр. Қарғалыны таңдаған себебім, бұл жердің ауа райы жақсы, таулы аймақта, халқы да жақсы. Сол себептен осы жерді таңдадық. Жолдасым екеуміз осы жерді таңдап, осы жерге келдік. Дипломмен ауылға бағдарламасына жауапты еліміздің өңірлік даму министрлігінің өкілдері қазіргі күні мамандарды бақылап отырғандарын айтты. Негізінен жастар Алматы, Батыс Қазақстан және Қызылорда аймақтарына көп барады екен. 2009 жылдан бері бұл бағдарлама бойынша 30.000 жас маман қызмет атқарып жатыр деген дерек бар. 5 жылға дейін ол әртүрлі жағдаймен ауысатын болса, ол оны қайтару керек. Осы анализге қарап отыратын болсақ, біздің 30.000 келген мамандарының ішінен 100 адам ғана үйдің кредитін алған басқа жаққа ауысып кетіпті. Олардың қазір алған кредиттерін қайтару, немесе оның алған үйін басқа адамға оформить ету жұмыста жүріп жатыр. Әр саланың өз кемшілігі бар. Десе де артықшылықтың басым екеніне көзіміз жетті. Өйткені дипломды қалтаға салып, қалада жұмыссыз жүргеннен гөрі ауасы таза, у-шуы аз, ауылда қызмет еткенді жөн көретіндер саны көбейіп келеді. Ауылдың алтын қазық екені ескеріліп, жас мамандарға жағдайды барынша көбірек жасса жақсы болар еді. Мирас Мұқашев, Дмитрий Попов, Шухрат Актюрин және Сахи Вилиев. Нысана.